Біз ертең Тоқаевтың баласын, Тоқаев өзі өліп қалса да, ушып өліп алса да, Тоқаевтың баласын 6 қабат аспанның ар жағына шығып кетсе, аяғынан тартып түсіреміз. 7 қабат жердің астына кіріп кетсе, шашынан жұлып алып шығамыз. Біз ертең Тоқаевтың емес, Назарбаевтың бүкіл әулеті, бүкіл інісі, немере інісі, оның қатындары әрқайсысы алған 40-50 қатын, Болат Назарбай алған 300 қатын, солардың сідігінен болған жаңағы бәленбай мың баланы аспанның 6 қабатына шығып кетсе, аяғынан жердің 7 қабатына түсіп кетсе, шашынан жұлып алып келеміз. Алып қайтамыз оны. Жер бетінде бірде-бір диктатуралық ел қалмайтын заман келе жатыр. Соны алып келіп, әкелерінің, көкелерінің, аталарының халыққа істеген қылмысын ашып беттеріне, сосын олардың сол әкелері, аталары, көкелері, шешелері қазақтың қанын теспей сорған, арам байлықтан тапқан бүкіл табыстарын халыққа қайтарып, жаңағыларды бүкіл сол қылмыспен таныстырып, олар сол шайқап шетелден 100 миллион долларға кәтеж алып, 50 миллион, 60 миллион долларға алтынмен жасалған, алтыннан жасалған, анау шырақтары, фарлары хрусталдан жасалған, сондай қымбат көліктерді мініп, Францияға барып, 100 мың долларға шаштарын жасатып, прическаларын жасатып, құлақтарына 200 миллион доллардың жаңағы сырғаларын тағып, мойындарына анау бәлен Англияның, Францияның түгенбай Королевасы ханымы таққан бір мойнының өзінде $500 миллиард доллар тұратын алқаларды таққан сол өмірлеріне өкіндіретін боламыз. Оны істейтін адам, міне алдарыңызда тұрған, қазақ деп жүрегін жұлып беретін мынау Серікжан Біләшұлы. Және бізді қолдаған, біздің артымыздан жүрген нағыз ата жұрттың азаматтары. Біз осы қазақтың әрбір кеткен есесін 3 ғасыр бойы ұлт сатқынын жазалай алмай кеткен қазақтың өкінішін біз іске асырушы боламыз. Біз сол өкініштерді жуамыз, қазақтың кеткен кегін аламыз. Қазақтың қор болып 30 жылда Назарбаевтық режимде, мынау 70 жылда Совет одағында тепкі көріп, қор болып, бауыры іріп, бүйрегі шіріп, қайыршы болып, жоқшылықта тентіреп, рухани азып, тозып, әбден адам баласының тарихында болмаған қорлықты көрген бүкіл қазақтың қорлығын біз қайтарамыз. Кегін қайтарамыз. Бүкіл қазақтың кеткен есесін алып, әрбір мұңлық, зарлық қазақты сол қорлықты көрмегенде емдейміз. Міне, сол кезде солардың ұрпақтарының өкінгендерін көресіздер. Сол кезде олар әкелері тірі болса, балалары әкелерінің жағасына жармасып, әке сен осындай ит екесің ғой деп, әкелерінен безіп, фамилияларынан безіп, мен сені әке деп танымаймын дейтіндей қалге біз апарамыз. Жаңағы баладар өздерінің сол қазақтың қанын теспей сорған арам байлықпенен арам өмір сүріп, сол қазақтың сорына шетелде сайрандап жүргендеріне өкінетін қыламыз. Және оған бүкіл Болат Назарбаевтың бүкіл тоқалдарының шетел алып қашқан, анау бір кішкентай әйелдің сумкасы, бір сумкасы 5 миллион, 10 миллион доллар болатын сол сумкаларды асып алып, Болат Назарбаев қазақтан ұрдап, жырдап, тонап тапқан арам ақшадарын қызығын көрген сол қалың 50-60 тоқалдың барлығынан қылмыстық іс қозғап, солардың бүкіл ұрлаған арам байлығын елге қайтарып, әрбір емделейін десе дәріге ақшасы жоқ тентіреп жүрген қазақтың баласына қайтарамыз. Енді сол кезде солардың анау арам сідігінен болған ұрпақтары өкінген кезде еңіреп тұрып, беттерін көзінің жастары жуған кезде, еңірегенде етектері толатын болған кезде, соның бәрін видеоға түсіріп, мәңгілік ұлт тарихында ғана емес, адамзат тарихында қалатын ең таңғажайып құжатты фильмдер қып жасап, адамзатқа екінші бұндай арам байлыққа жоламайтындай естелік қалдырамыз.
соны мына істеуге ант сушы балдарыңызда мына біз тұрмыз. Біз және біздің жақтастарымыз, біз және бізді қолдаушылар, ішімізде және сыртымызда жүріп қолдаушылар, ашық және жасырын қолдаушылар, біздің бүкіл мақсатымыз қазақтың соңғы 3 ғасырда кеткен есесін қайтару. Қазақты орыстың озбырлығынан, Қытайдың қыспағынан құтқару, қазақтың жоғалтқан өр мінезін қайтару біздің мақсатымыз, біздің көтерген туымыз осы. Ендеше қалың елім, қазағым, қайран жұртым, мен бұл сөзімді айтқандағы мақсатым, мынау дәл қазір кезінде, Назарбаевтың кезінде елбасы жасасын деп биліктің майлы жілігі мұжығандар, төрде отырғандар, іріп-шіріп өмір сүргендер, бір-бір мекеменің бастығы болғандар, әлі де бір-бір мекеменің бастығы болғандар, болып жатқандар, болмақшы болғандар, немесе бұрын болып, қазір сол асап қалған, қарпып қалған, жалмап қалған байлығыменен ішсе алдында, ішпесе артында өмір сүріп жүрген, арқыратып, айғыр мініп, сұлу сүйіп, хан сарайындай сарайларда өмір сүріп, балаларын, немерелерін шетел асырып, мынау бүкіл қазақ қан жылап, тентіп, арқет, арша, борбай еті, борша боп жүргенде, еш мұңсыз, уайымсыз, қайғысыз жүрген сол аталмыш бай манаптар және аталмыш өздерін өнер адамы, интеллигенциялы және ақсүйек қауым санайтын сол қазақтың сорына өмір сүргендер, Назарбаевтың бағына өмір сүргендер, солардың жақтасы, тараптасы болғандар, сіздерге қатаң түрде ескерту жариялаймын. Сіздерге зауал келе жатыр. Сіздерге зауал келе жатыр. Сіздердің бүкіл сол қазақ халқына жасаған қиянаттарыңыз, тіпті әрбір ұлт басына төнген ауыр сәттерде үнсіз қалғандарыңыз үшін содан есеп алатын қазақ келе жатыр. Ол мына біз. Ол мынау батыстық демократия. Ол мынау фашизм құлаған кезде әрбір сол фашистердің жандай шаптарынан халықтық есеп алған екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған ұлттық тәуелсіз мемлекеттердің тарихы қайталанғалы тұр. Ол мынау Путиндік режим құлап тасталқан болғанда, сол Путиндік режимнің қуыршағы Назарбаев, Тоқаевтық режимнің бұрынғы соңды жандай шаптары болған сіздерге қаратылады. Сонда анау Индонезияның Жапон құрған қуыршақ мемлекетінде жұмыс істеп, өзінің ұлт зиялыларын қынадай қырған, ұлтшылдарын, дін зиялыларын, барлық осы азаттықты аңсағандардың бәрін қынадай қырып соған қол қойғандардың тарихы қалай болғанын міне қысқаша айттық. Сол сатқындардың баласы ұлтына қызмет істеймін деп еліне келгенде жағасына ана индонезиялықта жармасып, мына индонезиялықта жармасып, әкесінің ұлтына жасаған қиянатынан тойған ұл ең соңында әкесін қарғыстап кітап жазады. Бұдан артық қасірет бар ма? Сен сол ұрпағым деп ұрдадың ғой. Ұрдағаныңды, қазақтан аяғаныңды, қазақтан қымқырғаныңды балаңа, келініңе беріп, олар әшейін аспа төгіріп шіріген өмірде Еуропа, Америкада сүрді. Енді сол балаң саған рахмет айтады, алғыс айтады деп ойлап, ертең солар сол үшін өкінетін болады. Оны өкіндіретін бізбіз.